Сәлем достар, YouTube'да монетизация қосу үшін, яғни YouTube'тың өзінен табыс табу үшін 1000 подписчик және 4000 сағат керек екенін білетін шығарсыздар. Енді 1000 подписчик дегенге бұл жерде түсінікті, яғни 1000 адамды сіздің арнаңызға тіркелу керек. Ал 4000 сағат дегеніміз не? Дәл осы сұрақты маған көбісі қойып жатады. 4000 сағат дегенде 4000 просмотр ма, немесе ол қалай 4000 минут па деген сияқты сұрақ қойып жатады. Сағат деген жазу тұрса да, енді сол 4000 сағат туралы толық айтатын болсам, сіздің каналыңызда бір немесе 10 видео болсын, соның барлығын 4000 сағат қаралымы сол кезде 4000 сағат болып жазылады. Мысалға, сіз бір роликті, мысалы 1 сағаттық роликті түсірдіңіз делік, сол 1 сағатта бір адам толық 1 сағат бойы интернетті үзбей ешқайда YouTube'тан басқа жерге шықпай үзбей қарайтын болса, сол кезде 1 сағат болып жазылады. Бір адам 1 сағат қарайтын болса, сол 1 сағат болып жазылады. Яғни сіз тағы да 3999 сағат жинау керек боласыз. Оның барлығын миға сыйғызатын болсаңыз, ол өте қиын болып көрінеді, бірақ егер де сіз қызықты ролик түсіретін болсаңыз, сіздің видеоңыз рекомендация немесе поискта шығып тұратын болса, көп адам сіздің видеоңызды қайталап көруі мүмкін. Солай қайталап көріп немесе басқа адамдар просмотр көбейген сайын сіздің бір видеоңыз арқылы сол 4000 сағатты жинап тастауға болады. Алдында бір әйел кісі 2 ай болған оның канал ашқанына. 1 ай бойы видео салмай жүрген және екінші айда 4 видео салған, оның 3 видеосы 1000-2000 просмотр жиналған, ал 4-шісі 70 000 сондай просмотр жинаған. Яғни сол бір видеоның арқасында ол монетизация қосты. 1000 подписчиктен асып кетті және 4000 сағат жинаған болатын. Яғни бір видеоның арқасында оның YouTube каналында подписчик саны 1000-нан асты және 4000 сағатты жинаған болатын. Яғни YouTube'тың монетизациясына қосылды. Ол дегеніміз YouTube'тан табысқа шықты деген сөз. Оның алғашқы 3 видеосы просмотры аз болды, бірақ 4-ші видеосы өте қызықты болып, ары рекомендация немесе поискқа шығып, ары қарай дамып кеткен болатын. Және яғни 60 000, 70 000 просмотр дегеніміз соның жобасында, яғни адамдар ұзақ көретін болса, удержаниесі мықты болып, ары қарай дами беретін болады. Басқаларға көрсетіліп, және оны үзбей қарайтын болса, сәйкесінше 4000 сағат тезірек жиналатын болады. Дәл сондай сияқты сіз өзіңізге қызықты роликтер түсіру керексіз. Оның тек біреуін ғана емес, бірнеше тіпті сіздің YouTube каналыңызда 20 видео болатын болса, сол 20 видеоның барлығы қызықты қылып түсіру керексіз. Барлығына пайдалы болатындай. Егер де роликтеріңізді біріншіден шын көңілмен жақсы көріп түсіретін болсаңыз, және екіншіден барлығына қызықты қылып түсіретін болсаңыз, сол кезде сіздің видеоңызда удержаниесі мықты болады. Удержание туралы айта кететін болсам, сіз бір видеоны салған кезде ол көпшілік адамға көрсетіледі. Сол қарап жатқан адам кірген соң дереу 10 секундқа жеткізбей шығып кететін болса, сіздің CTR-ыңыздың барлығын төмендетіп тастайды. Егер сіздің видеоңыз қызықты болып, үзбей көретін болса, жаңағы өткізбей көретін болса, сол кезде бара-бара сіздің видеоларыңыз басқаларға көрсетілетін болады. YouTube-тың системасы сондай. Егер сіздің видеоңызды дұрыстап үзбей қарайтын болса, мына осы видеоны үзбей қарап отыр екен, мүмкін басқа адамдарға қызық болатын шығар деп, сондай алгоритммен басқаларға көрсетілетін болады. Дәл сондай қылып түсіру керексіз. Ең болмаса видеоның аяқ жағы қызық болмаса да, ең бас жағын үзіп ұзақ қылмай, ұзақ созбай қызықты қылып түсіру керексіз. Білім контенттері оларда кішкене просмотр және удержаниесі кішкене аздау болуы мүмкін. Себебі білім алу үшін YouTube'та қарайтындар тіпті аз. Тіпті білім беретін каналдар қарайтын болсаңыз, олардың просмотры аз. Ал көңіл көтеретін жаңағы вайндар болатын болса, оларда үзбей қарап, удержаниесі мықты болады. Сол үшін де ол көпшілікке танымал болып кетеді. Көпшілікке рекомендация шығатын болады. Және дәл сондай сияқты жаңалықтарда және қазіргі кезде болып жатқан хайп тема немесе қазіргі кезде болып жатқан бір оқиға болатын болса, дәл сол оқиғаны салатын болса, удержаниесі мықты болады. Себебі ол видеоны бірінші секундынан соңғы секундына дейін үзбей қарау мүмкін. Сол кезде удержание 70-80% болып кетуі мүмкін. Дәл осы удержание деген нәрсе сіздің видеоңызға тікелей әсерін береді. Яғни жаңағы 4000 сағатты жинауға үлкен әсер ететін осы. Сіздің әрбір видеоңыз қызықты болу керек. Адамдар барлығы бір-бірімен бөлісетін және сол видеоның алғашқы секундынан тіпті ең болмағанда ортасына дейін адамды ұстап қалатындай
болу керек. Яғни жаңағыдай айтқандай, сіздің видеоңызда ең болмағанда удержаниесі 50% болатын болса, соның өзі сіздің видеоңыздың рекомендацияға шығуға кедергісі жоқ, яғни рекомендацияға шығуға мүмкіншілігі өте жоғары болып қалыптасады. Осы видеодағы ақпараттар сізге пайдалы болса, осы видеоға лайк басуды және арнама тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Келесі видео сабақтарда көріскенше сау болыңыздар.